де қабірдің азабынан сақтайтын, қорған болатын, ертең мақшар майданда қиын қыстау сәтте сізбен бізді сол мақшардан алып шығатын сізбен біздің иманымыз ағайын. Онда иманымызды дүниеге, алдамшы нәрсеге ауыстырмайық. Иманмен мәңгі дос болайық. Иман біздің досымыз мәңгі, құрметті ағайын. Сол иманға жұмыс істейік. Міне сондықтан да дүниеден өткен адамның артынан иманы саламат болсын дейді. Иманы жолдас болсын дейді. Ал сол иманымыз жолдас болмаса, бізге кім жолдас болады? Айтыңыздаршы. Ешкім емес. Сондықтан құрметті ағайын, біздің шын досымыз, мәңгі досымыз ол